көк бауырдың перкуссиясы 10-шы қабырғаны тауып аламыз бірінші. Ол үшін жауырын ұшын тауып аласыздар. Ол 7-ші қабырғаға сәйкес келеді. Ары қарай 8, 9, 10-шы қабырғаны санап табамыз. 10-шы қабырғамен кіндікке ойша сызық жүргіземіз. Ары қарай кіндіктен тимпаникалық дыбыстан тұйық дыбысқа перкуссия жасайсыздар. Перкуссия күші жай кеткен дыбыстан белгілейміз. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Мінекей. 10-шы қабырғаның бойымен линия скапуляристен ашық дыбыстан тұйық дыбысқа перкуссия жасайсыздар. Тұйықталды. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Бұл бізде көк бауырдың ұзындығы. Қалыпты жағдайда 6-8 см. Ұзындығын тапқаннан кейін ортасын бөліп аламыз. Ортасынан тұйық дыбыстан ашық дыбысқа және тұйық дыбыстан тимпаникалық дыбысқа перкуссия жасаймыз. Кетті. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Тимпаникалық дыбысқа дейін белгілейміз. Ені бізде 4-6 сантиметрдің арасында. Көк бауырға пальпация жасау үшін перкуссия мен төменгі шекарасын тауып аламыз. Бірінші, ол үшін 7-ші қабырғаны тауып аласыздар. Жауырын ұшына сәйкес келіп 8, 9, 10 ойша кіндікке сызық жүргіземіз. Тимпаникалық дыбыстан тұйық дыбысқа перкуссия жасаймыз. Тұйықталды. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Осы аймаққа біз пальпацияны беймануальды жасаймыз. Сол қолдарымызды бүйір аймағына қоямыз. Оң алақанымызды қабырға доғасының астына орналастырамыз. Бірінші кезең қолды қою, екінші кезең теріні жиыру, үшінші кезең тыныш шығарған сайын қабырға доғасының астына ену. Терең демалыңыз. Қорытынды көк бауыр пальпацияланбайды.